Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен банан печеньяларын жасайтын боламыз. Өте дәмді. Жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтын болады. Бізге керегі 100 грамм сары май, 2 ас қасық сметана, қаймақ, ұн. Мен бұл жерде қопсытқыш салынған видеом түспей қалыпты. Сіздер салыңыздар, ол разрыхлитель. Жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Оны пищевая пленкаға орап, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Енді начинкасына кірсеміз. Менде 150 грамм творог, жұмыртқаның сарысы, қант. Жақсылап араластырып езіп аламыз. Жарты сағат өтті. Қамырымызды дөңгелек қылып жұқа етіп жайып аламыз. Ортасына начинкамызды салып, 2 рет ораймыз. Банан формасына келтіреміз. Енді печеньяларымыз 180 градуста 10-15 минутта піседі. Міне дайын болған печеньяларым. Сахарная пудра сепсеңіздер болады, өте дәмді болады. Қант ұнтағы. Ас болсын.